Мадина тағы да сендермен бірге. Достар, бүгінгі видеомыз өте қызықты болайын деп тұр. Себебі біз «Кто из вас» деген видео түсіреміз. Яғни, кім сендерден? Ал сендерге қызық болса, кеттік! Міне біз осында арнайы табличкалар істеп алдық. Міне осы қағаздарда табличкаларда біздің аттарымыз жазылып тұр. Мадина және Адина. Және достар, бізге кішкене қиындырақ болмау үшін камераны ұстау керек, және сұрақтарды оқу керек, және табличкаларға осылай жауап беру керек. Сол үшін бізге бүгін анамыз көмектеседі. Ол сұрақтарды оқып тұрады, а біз осылай жауап беріп отырамыз. Адина мен Мадина сияқты. Және біз бірімізге қарама-қарсы отырамыз. Осылай сөздің осылай қағаздарды көрсетіп отырамыз. Бір-бірімізден қайталамас үшін. Және осы бүкіл сұрақтарға біз шынайы жауап береміз. Алдық. Баста береміз. Сендерден кім жалқау? Мен жалқау. Кім? Келесі? Кім сендерден тамақты көп жейді? Неге сен тамақты көп жейсің? Неге сен өзіңнің атыңды көтердің ба? Алды, келесі сұрақ. Кім сендерден еріншек? Еріншек ол жалқау сияқты, я? Еріншек жалқау бір сұрақ. Сол үшін Адина. Кім сендерден сабақты жақсы көреді? Осылай. Екеуміз де қатты жақсы көреміз. Сабақта әр күн сайын барамыз. Қуана. Несі? Кім модный киімдерді ұнатады? Оны өз білеміз. Келесі. Мен модный киім киюші едім, бірақ Мадина көйлекті киеді. А мен әпкемді тыңдаймын, мен ақылды қызбын. Келесі сұрақ. Кім сендерден пысықтау? Наверное. Мадина. Мен тауып ұйықтағанды көп тамақ жегенді ұнатамын. Мына жерде көп сұрақ. Кім сендерден көп жылайды? Қазір ойлану керек. Өйткені Адина позитивный адам. Келесі сұрақ. Кім сендерден көп ашуланады? Адина. Так что абай болыңдар. Кім сендерден көп ренжиді? Өте қатты ренжиді. Кім сендерден көп ұрсады? Ұрсады или ұрсады, да? Ұрсады. Потому что себебі Адина ылғайда жалқауланады, маған көмектескісі келмейді. Бастаңыз. Кімнің шашы ұзын сендерден? Солай шығар, біз өлшеп көрген жоқ, біз өлшемейміз да. Мадина. Достар, егер осы сұрақ сендерге маңызды болса, біз қазір өлшеп көрейік. Айтты ғой Мадинаның қызын деп. Мадинаның қызы. Сендерден кім жақсы оқиды? Сөйлесді? Мама біледі ғой, да, мама? Кто из вас красивее деп орысша жазыпты?
Енді конечно өзімізді енді қолдаймыз өйткені біз өзімізді жақсы көреміз ғой. Келесі сұрақ. Кім сендерден көп күледі, көп сабақ оқиды? Кім күледі? Сабақ оқиды, біз уже жауап бердік. А күледі? Мадина. Өйткені мен оған шуткаларды айта беремін, сосын Мадина күледі. Әне. Келесі сұрақ. Кім шашынды, өргенді жақсы көреді? Я, мен. Мен жақсы көрмеймін шашымды өруді. Просто осик и все. А Мадина өреді, отырады, өреді. А мен өрмеймін. Келесі сұрақ. Кім сендерден ең аңқау? Я Мадина. Өйткені ана жолы мен алдаған біз сенбі күні болғанда мен мамаға айтқан, Мадинаға айтқан өтірік. Апай, мамаға звондадық, сабақ болады, тез киін деп, потом ол уже мына жерде киініп жатыр, а мен отырмын. Неге киінбейсің дейді ғой сол. Ача болады. Сезіп қалады Мадина. Кім сендерден көп еркелейді? Еркелейді? Мама папаға или бүкіл? Я, мама папаға, наверное. Адина Мадина. Я. Екеуі де еркелейді. Әрине. Келесі. Кім сендерден көп сөйлейді? Сөйлейді? Я. Болтай? Болтушка, хахатушка. Аузы жаба алмайды. Сөйлей береді, түнде ұйықтай алмайсың да. Кім сендерден белсенді? Белсенді ол бүкілге қатыса беретін, я? Екеуміз де. Мен осылайсың, сен Адинаны көрсет, мен Мадинаны көрсет. Я осылай. Кім сендерден сабақты көбірек оқиды? Болды ғой сұрақ. Біз не бүкіл байқауларға, конкурстарға бірге қатысамыз. Я. Біз ешқашан бөлек жүрмейміз. Егіздерміз. Келесі. Ал келесі сұрақ. Кім сендерден көп телефон қарай береді? Адина. Мен телефонды көп қарай берем. Және кейбір ақпаратты, например, бізде ағылшында кейбір сөздерді білмейміз. Мадина кітаптан іздейді, сөздіктен бізде. Бар сөздік. Мадина содан іздейді, осындай толысы, да? Мадина содан іздейді. А мен сразу Google келіп транслейтті қойып, сол жерден қараймын. Сендердің кімнің бойы ұзын дейді? Бойы ұзынырақ. Қазір не істесек болады? Тұр. Кімдікі? Көрдіңіз бе? Мен көрдім. Мен үлкен болсам да, бәрі айтады, біз жаңа достарын естігенде, біз айтамыз бірінші, мен үлкенмін деп Снұр, да, мен Адина үлкен деп ойласам дейді. Кейбір біз орыста баламен енді достасамыз, бірақ олар енді балапанды қазақша көрмейді ғой бізді, сол үшін олар ойлайды мен үлкен деп. Мен үлкен. Жоқ, мен. Кім сендерден кітапты көп оқиды? Мен жаққа болғандықтан бәрібір кітапты оқимын ғой енді. Бізде көп, егер кім қараған жоқ, бізде кітаптар туралы видео шықты. Я, шыққан. Жазда, соны міндетті түрде қараңдар. Ол өте қызық. Көбісі классикалық кітаптар, біз классикалық кітаптар жақсы көреміз. Келесі. Сендерден кім есепті қатты шығарады? Яғни тез солай шығар.
Мадина тез оқиды. Сен ғой математикада апайға. Бірақ математикаға үйде мен асықпай шығарам. Ал сабақта екеумізді апайға ешбір первый оқиды. Біз садиктан кішкентай кезімізден де сондаймыз. Кім сендерден ерте тұрады? Мына қыз спящая красавица. Мен көп ұйықтаймын, бірақ мен күндіз көп ұйықтаймын. Ал түнде Мадинаны тұрғызу нереально. Түнде? Ну, таңертең. Теперь тұрғызу нереально. Спящая красавица. Анда көп сұрақтар, және кейбіреулері қайталанады. Мысалы, осындай руларың кім? Руларың кім? Енді біз осылай Адина деп, руларың кім деп осылай жауап бере алмаймыз сондықтан. Және өте сұрақтар көп, екі сұрақтар қайталана береді. Кім ақылды, кім жалқау, кім көп ұйықтайды, кім сабақты көп жасайды. Андай қызықты сұрақтар қою керек. Қызық. Ал, дайын ба? Кім сендерден мамасының ерке қызы? Менің ойымша солай. Жаным, не олай ойлайсың, Мадикон? Білмеймін. Сіз ойладыңыз солай, да? Покажем. Ну, как-то тоже может. Да, просто... Сендерден кім мамасына көп көмектеседі? Мадина. Мадина. Өйткені білесің де, мен бағанда бері айтып жатыр, мен жалқау. Кішкене. Келесі. Сендерден кім тентек? Тентек? Құтыршақ? Хулиган. Бірақ мұнда мирас деп тағы да керек, сол мирасты көтеруші еді. Вам дайын ба? Да. Екеуіңізден кім Ақтауға келгісі келеді? Кім қойған? Атын айтыңызшы. Қамбар Анара деген кісі өте көп сұрақ қойды, 9 сұрақ. Бәрін оқыңызшы, Қамбар Анара. Екінші, кім көп боянады сендерден? Ешкім. Біз вообще боянбаймыз. Біз вообще боянбаймыз. Даже біз только түнде жатарда бетімізге не жағамыз, крем емес, сабын жағамыз просто и все. Кім көбірек еркелейді? Екеуіңдерің ба, әлде Мирас па? Мирас. Менде кішкентай ғой. Еркекті. Рум-турды екеуіңізді кім түсіргісі келеді? Түсіргісі, екеулеріңізден кім түсіргісі келеді? Қалай? Рум-турды. Адина. Бесінші сұрақ. Кім жиынтық бақылаудан 3-4 алды? 4 алды. 4 екеумізді. Бізде алғайда бүкіл сұрақтар бар. Ой, бүкіл есептер, бүкіл жиынтық бақылау. Мадина бірінші топта, мен 4-ші топта отырсам да, бәрі бізде балдар бір болады. Білмейміз екен. Мирасты кім қатты жақсы көреді? Екеуміз де. Жетінші сұрақ. Видеоны монтаждап жатқанда кім мен шаршадым деп кетіп қалады екен? Любой жерде мен солай кетіп қала беремін. Любой жерде мен до конца. Мен былай істейді, отырамыз екеуміз, потом мен қазір су ішіп келемін деп, сосын астында Мадина келсе, Мадина уже монтаждап, мама көмектесті, Мадина уже монтаждап қойса, Мадина келсе, ал Мадина телевизор көріп отырады. 8-ші сұрақ. Кім көп қыдырғанды жақсы көреді? Екеумізді. Екеумізді. Кім шопинг жасағанды жақсы көреді? Маған сәлем жолдандашы, Анаргүл сәлем деп. Анаргүл сәлем! Өте активный қыз. Қызық сұрақтар қойды. Достар, бізге 300 сұрақ келді.
Біз оның бәрін оқи алмаймыз, оның жартысы қайталанған, бір-біріне ұқсайды. Сол үшін сендерге осы видео ұнайды деп үміттенеміз. Лайк қойыңдар, комментарий жазыңдар, каналға тіркеліңдер, колокольчикті басыңдар, және сендермен бірге болған Адина, Мадина, Твинс. Бай-бай. Біз сендерді жақсы көреміз. Болды.